Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге сарымайдың құпиясымен бөлісетін боламын. Қазақша каналыма қолдау білдіріп, лайк басып тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз маған шабыт береді. Ал ендеше сарымайдың қасиеттеріне бірге үңілейік. Қазіргі таңда сарымай төңірегінде пікірталас көп. Біреулер оны денсаулыққа қауіпті тағам десе, енді бірі сарымайдың тамақ рационынан мүлдем алып тастаудың одан да қауіпті екендігін алға тартады. Қазақ халқымыз ежелден бері тамақтануға ерекше көңіл бөлген. Әсіресе сүт тағамдарынан жасалған өнімдер жиі тұтынған. Солардың бірі күнделікті ас мәзірімізден табылатын сарымай. Халқымыз көшіп қонып, тұрмыстың сан қиыншылығын көріп жүрсе де, аурудың не екенін білмей, денсаулықтары мықты әрі шымыр болған. Себебі тағамдары орнымен тұтынып отырған. Кейінгі кезде адамдар арасында асқазанның жарасы, өттің толуы, асқазанның неше түрлі жаман аурулары белең алып кетті. Оның басты себебі дұрыс тамақтанбау. Кезінде ата-бабаларымыз шайына сармай қосып, нанға сармай жағып жеп, құрт ірімшіктері дастархандарынан үзілмеген. Ертеде қазақ халқымыз сармайды қалай дайындаған? Алдымен сабаға сүт жинаған. Сүт әбден ашығаннан кейін сабаны піспекпен піседі. Ашыған сүттің аз мөлшерін алып жылытып, қайтадан құйып піседі. Бетіне сармай жиналады. Жиналған сарымайды суық суға салып, сары суынан арылтады және қыл қыбырынан тазалайды. Сарымайдың таза болуына ерекше көңіл бөлген. Бір қарын майды бір құмалақ шірітеді деген мәтел осыдан шықса керек. Содан соң тұз араластырып, кепкен қарынға салып алатын болған. Сарымай кез келген адамның күнделікті ас мәзірінен ажырамас бөлігі. Сарымайдағы холестериннен қорқып, оны өсімдік майларымен алмастырған жандар неден құр қалады? Сарымайдың пайдасы қандай? Сарымай сүт майының концентранты болып табылады. Ал май бірінші кезекте жылудың қайнар көзі. Майдың бұл қасиеті әсіресе суық кезеңде пайдалы. Әрине, сарымай калориясы өте жоғары, оған қоса майлары ағзаға оңайлықпен сіңеді. Бірақ сарымайдың бұл қасиеттерінде өзіміздің пайдамызға асыруға болады. Таңғы ас құрамына дәстүрлі нан мен майды жеу өте орынды. Бұл тіпті арықтап жүретін қыздарға да артық болмайды. Күніне 30 граммнан артық емес май сіздің салмағыңызға еш әсер етпейді. Әйел ағзасында холестерин жетіспеген кезде бұл оны бедеулікке алып келеді. Өзінің тамақ рационына қажетті мөлшерде сарымай қосқан адамның асқазанындағы кішкентай жаралар жазыла бастайды. Сондықтан асқазаны ауыратын адамдарға сарымайдан бас тартпаған жөн. Күніне желінген 50 грамм май көз бен сүйек саулығына кепіл бола алады. Сарымай адамның иммунитетін күшейтіп, белсенділігін арттыра түседі. Ағзаға қажетті мөлшері. Сарымайдың зиян мен пайдасын бір таразы басына қойсақ, пайдасы басымырақ екендігіне көз жеткізуге болады. Сарымайдан мүлдем бас тарту денсаулыққа айтарлықтай зиян тигізеді. Бірақ егер сіз күнделікті рационға 30 грамм сарымай қосатын болсаңыз, бұл сіздің сымбатыңызға еш қауіп төндірмей, ағзаңыздың сау болуына көмектеседі. Сарымайдың құрамындағы серотонин гормондық көңіл күйді жақсартып, ұйқының тыныш болуына әсер етеді екен. Соңғы кезде Америкада шай мен кофеге сарымай салып ішетіндер көбейе бастаған. ақш ғалымдарының соңғы зерттеу нәтижелері бойынша шайға немесе кофеге кішкентай ғана сармай салып жіберіп, ішкенің ағзаға орасан зор пайдасы бар екен. Олар асқазан жарасын болдырмайды. Асқазан жарасы болса, жазылуына ықпал етеді. Тыныс алу мүшелерін сырқаттан сақтайды. Тыныс жолы ауруларына таптырмайтын ем. Иммунитетті күшейтеді. Қан тамырларын тазартады. Мидың жұмысын жақсартады. Алжудан және тамақсаулықтан сақтайды. Бедеуліктен сақтап, шаш пен тырнақтың теріні нәрлендіреді. Ішті қатырмайды. Ең бастысы, ағзадағы майдың реттелуіне үлкен әсері бар көрінеді. Ал сармай құрамындағы калий, кальций, натрий, селен, магний, темір, мырыш,
В1, В2, В5, Д витаминдерінің ағзаға қаншалықты пайдалы екендігін айтпаса да болады. Иммунитетті жақсартатын майды суық маусымда 60-70 граммға дейін көбейткен дұрыс. Ал ет әрумені қан тамырларын тазалап, берік қылады. Шаршағандық сезімін басады. Бәрімізде шоколад құрамында бақыт гормоны серотонин бар екендігін білеміз. Алайда бұл гормон сарымай құрамында да бар екендігін біле бермейміз. Серотонин тек көңіл күйді көтеріп қана қоймай, ұйқыны реттеп, ауру сезімін, аштықты баса алады. Ми жұмысы. Сүттің майлары адам ағзасындағы жасушалар алмасу үшін өте маңызды. Мұндай қосылыстар әсіресе мида көп. Сарымайдан толықтай бас тарту ми жұмысындағы қиындықтарға әкеле алады. Бұл ақыл мен ой өріске зиян тигізуі мүмкін. Холестерин. Холестерин ұғымын бұрыннан бері денсаулыққа зияны бар зат деп санаймыз. Бірақ қажетті мөлшерде холестерин ағзамызға өте қажет. Сарымайдың зияны қандай? Сарымай дене салмағы артық адамға әлбетте зиянын тигізетін тағам. Сүт өнімдеріне, соның ішінде сиыр сүтіне аллергиясы бар жандарға сарымайды тұтынбаған абзал. Сарымайдан аулақ болудың тағы бір себебі оның құрамындағы холестерин мөлшерінің тым жоғары болуы. Бүгінгі сарымай төңірегіндегі ақпаратым сіз үшін аз да болса көмегін тигізсе екен. Қазақша каналыма қолдау білдіріп, лайк басып тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік ағайын.